әсіресе мына бала шаға отбасы мәселесін мен көп қозғай беремін. Неге? Өйткені ғалымдардың немесе мынау жамағатқа сабақтарға қатысып жүрген адамдардың көбісінің проблемасы неде? Өзі амал жасайды, немесе өзі тыңдап алады да, бірақ отбасына жеткізе бермейді көбісі. Өзімен ғана шектеліп қалады. Бұл тек қана жамағатқа қатысты емес, тіпті ғалымдардың арасында да солай. Көбісінің мысалға ғалым деген адамдардың отбасын қарасаңыз не? Балдар ондай бірдеңеге қатты берілген адамдарды көре бермейсіз. Оның бірнеше себептері бар, бірақ сол себептердің арасында бірі, араларындағы бір себеп не? Көбінесе ғалым өзімен ғана, немесе университеттегі, медреседегі шәкірттерімен, немесе мешіттегі шәкірттерімен шектеліп қалады да, ал отбасы, бала шаға, аға, іні, әке шеше деген нәрсені не істейді? Ұмытып қояды. Негізгі Алла Тағала айтқандай, «Залика хуал хусранул мубин». Ең үлкен хусран, ал-хуср дегеніміз ол жаңағы банкротство емес, одан да жаманы. Сіз бір іс әрекет, сізге мысалы морша берілді, сізге шанс берілді де, сол шансты пайдалана алмай қалсаңыз, сол хуср деп айтылады. Хуср, яғни бізде құрдымға кету деп аударады көбінесе тәпсірде. Құрдымға кету деген қаншалықты дұрыс білмеймін. Қасірет па? Иә, қасірет. Хусран, яғни ең үлкен қияметтегі ең үлкен қасірет ол не? Алла Тағала айтады, қазір арабшасы келмей тұр, қарекен неде? Алладина хасиру ва ахлихим. Яғни ең үлкен қасіретке ұшыраған адам, ең үлкен өкінетін қасіретке ұшырайтын адам ол кім? Өзі және отбасын тозақтан сақтай алмаған адам дейді Алла Тағала. Бізде проблема сол, көбімізде, яғни бұл діндарларды айтып тұрмын мен. Өйткені неше жылдан бері осы жолда жүрміз, көбісінің діндар отбасыларды қарасаңыз, немесе діндар бауырларды қарасаңыз, өзі сабақтан қалмайды, дінге амал жасап жатады, бірақ отбасы, бала шағасы діннен алыс. Бұл тіпті ғалымдардың арасында да жиі кездеседі. Ең үлкен қасірет осы. 1000 шәкірт тәрбиелегеніңізбен ертең күні сіз шәкірттерден сұралмайсыз Алланың құзырында. Кімнен сұраласыз? Отбасыңыздан, әйеліңіз жайлы сұраласыз, балаңыз жайлы сұраласыз. Ертең сіздің жағаңыздан алатында маған үйретпедің, маған айтпадың дейтіндер кім? Шәкірттеріңіз айтпайды сізді, Алланың құзырында тұрған. Бала шағаңыз айтады. Әке, маған айтпадың ғой намаз оқы деп. Я айттым ғой, ал үйретпедің ғой маған. Маған қызыңыз айтады, неге менің орануға, шашымды жабуға бұйырмадың? Неге киіндіріп қоймадың? Неге жастайы кезінде сол нәрсені маған құлағыма қойып, сол нәрсені үйретпедің, тәрбиелемедің солай деп жағамыздан алады. Сол себепті құрметті жамағат, осы нәрсеге қатты мән беруіміз керек. Мен өзімде ең қатты өкінетін нәрсем сол. Ер адам түздің адамы, сырттың адамы дейді да, бірақ сондай понятие бар, түсінік бар. Ер адам не? Ол сырттың адамы, ол бала шағаға араласпайды, ол барлық нәрсені, бала шағаның тәрбиесін кім? Әйел қылу керек деп ойлайды. Жоқ. Негізі бала да, қыз да өнегені кімнен алады? Әкеден алады. Не үшін әкеден алады? Өйткені ер адам, нағыз ер адамның сөзі аз болады, ол ісімен дәлелдейді. Ал әйел адамның іс әрекетіне қарағанда сөзі көп болады. Түсініп тұрсыздар ма? Яғни сіз көп сөйлейтін, бірақ аз амал жасайтын адамды өзіңізге үлгі етесіз ба? Немесе аз сөйлеп, көбірек амал жасайтын адамды өзіңізге үлгі етесіз ба? Любой адамның олы, ер адам болсын, ұл бала болсын, қыз бала болсын, оның миындағы несі? Ақылы солай істейді. Оның амалы сөзіне қарағанда көбірек болса, соны өз несіне істейді? Үлгі тұтады. Әкелер көбінесе отбасында солай болады. Ана енді көп ұрсады, олармен көп қалжыңдайды, сол себепті не? Одан көп үлгі ала бермейді. Әсіресе қыздар да, біз айтамыз, анасына қарап тартады. Иә, ол дұрыс, бірақ негізгі мінез құлықты тәрбиені кімнен алады? Әкеден алады. Әкенің сөзінен алады. Сол себепті біз өзіміздің отбасымызға қатты мән беруіміз керек. Біз өзіміздің мұсылман бауырымыздың бір қателігін, немесе дінге шақыруға өте бір неміз берікпіз. Бауырым, неге намаз оқымайсың? Бауырым, неге бүгін жамағаттан қалып қойдың? Бауырым, мына жерде мынандай күшті уағыз болып жатыр, кел. Бірақ қашан әйеліңізбен отырып
балаңызбен отырып, балам, ертең қиямет күнінде мынандай жағдайлар болады, Алланы таныдың ба, бүгін намазыңды оқыдың ба деп қай біріміз отырып, немесе өзіңіздің ағаңыз, ініңіз үйленбегендер, аға, бүгін намазыңызды оқыдыңыз ба, ертең Алланың құзырына барамыз деген әңгімені қай біріміз жасап жүрміз? Өте аз. Демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деп тұр? Естіген адам естімеген адамға жеткізсін. Бұл дін, бұл шариғат, білсеңіздер, аспан мен жерге ұсынылған кезде не істеген? Аспан мен жер бұл аманат алуға қорыққан. Алла Тағала Құранда айтады. Біз бұл аманатты дейді, яғни шариғатты, дінді аспан мен жерге ұсындық дейді. فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا Оны олар алуға не істеді? Қорықты дейді. Өйткені үлкен жауапкершілік бұл дін. Бұл нығмет, Алланың нығметі бұл дін. Бірақ сонымен қатар бұл дін не? Үлкен аманат. Бұны біз жеткізуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Хайрукум ли ахли». Сендердің араларыңдағы ең абзалдарың, ең жақсыларың ол кім? Отбасына ең жақсы болғаның дейді. Біздің негізгі Алланың құзырындағы дәрежеміз өлшенетін нелердің бірі, меркалардың бірі ол сіз отбасыңызбен қандайсыз? Соған байланысты. Сіз сыртта барлығымыз не? Әдеміміз, көркеміміз, барлығымыз сыртта барынша не істейміз? Көркем мінезді боламыз. Бірақ үйде бала-шағамен, әйелмен, әке-шешемен, інімен, бауырмен көркем мінезді болуымыз не? Өте қиын. Негізгі адамның иманында өлшейтін нәрсе сол өзі. Яғни өзіңнің жақын туыстарыңа, өзіңнің бала-шағаларыңа болатын көркем мінездігің.